Хамеге сәлем, бұл күнде лайк подкасты нәубеттегі саны, ал бүгінгі мейманы кім деп ойлайсыз? Қарақалпақстанда ең креатив жөнелістердің бірінде өз жұмысын алып барып жатырған Delishine Models мектебінің тренері, яғни Диляфрус Сәлиева. Қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум. Өмірет еткеніңізден жүдейм қуаныштымын. Ассалаумағалейкум, айыз тамаша көйлер. Ең бірінші басылаған кезіңізде, осы Delishine Models мектебін басылаған кезіңізде қызлардың сізге еруі, тіркелуі дейді ғой, сіздің ең бірінші инстаграмда аккаунт ашып, кейін қызларды әстен жинап басыладыңыз. Сол кезде қызлардың сол моделікке болған қызығушылығы, ітібары қандай болды? Еліге дейін ядында, елі ашылмастан бұрын біздер нүкісте именно не бетте флагбетте не өткізгенбіз, интервью өткізгенбіз. Моделікке деген көзқарасыңыз қандай? Ашылса қатынайсыз ба деген зат өткізгенбіз. Бірінші сұрауламалар өткеріп, кейін қызлардың пікірін біліп, қызларды анықлап, сұрауларын біліп, өзлерінің қызығушылығын біліп, одан кейін барып, уже осы тоқтамға келгенмен ашу деген тоқтамына болды. Сол кезде көпшіліктің ішіндегі кішкентай кезінде қалған арзусы вот. Осыдан кейін уже рожаланып кеттік, әсте. Дөретушілік әрбір инсанның өз жолыменен, өз орныменен, енді мен қозғағым келіп атырған тема. Сіз елі тұрмыс құрмадыңыз, тұрмыс деген өмірге қадем баспадыңыз, бірақ өз өміріңіздің ажайып сыпатлары, қызлармен бөлісетұғын өмір тәжірибелеріңіз бар, білеміз. Ал қазір қозғағым келіп атырған тема бұл қызлардың көпшілігі тұрмысқа шығуға қорқады қазіргі уақытта. Не үшін қорқады? Менің ойымша, өздеріне қойып алған талаплар, өздерінің ойындағы стандартлары, солардың қалеулері, соларды күту арқалы меніңше қорқып тоқтап қалып атырыпты, таңлап қалып атырыпты. Ал сіздің ойыңыз қандай? Менің ойымша, дұрыс стандартларды қойып білу керек, хаял адам. Негізі стандарт қойылу керек па? Керек, обязательно. Нандай зат бар, сіздің өзіңіз қандай болсаңыз, қандай стандартларды қойып білсеңіз, Аллахым сондай адамды сізге жолықтырады дейді. Но, бірақ бір мәселе бар бұл жерде, сіздің өзіңіз осы затқа таяр болуыңыз керек. Яғни қандай? Бірінші өзіңіз шаг істеуіңіз керек. Например, шаг істегенде біздер денелі, спортивный, накачанный балаларды қалаймыз ба? Енді көпшілігі кеудесі бір сұлу болса, мужественный болса деп қалаймыз да, турма? Чтобы біздерді защищать ету үшін, өзінің защитасына алу үшін, біздерге заботиться ету үшін, осындай адамды қалаймыз. Но бірінші очередте при этом біздер сондай болуымыз керек. Яғни ол накачанный болу керек па, спортпен шұғыланатын адам болу керек па, ең бірінші очередте өзің спортпен шұғыланатын адам болуың керек. Ілімлі инсанды қарайсың ба, одан кейін сен өзің ілімлі адам болуың керек. Бірінші очередте өзің ілімменен, жақсы образованияменен шұғыланып бастауың керек. Сол кезде ғана саған осындай адам ұшырайды. Иманлы болуын қарайсың ба, өзің ең бірінші очередте иманыңды күшейтіріп алуың керек. Мен өзім хар жақлама рожлан ватырғаннан болғаннан кейін менің именно алдыма осындай инсан келуіні қалаймын. И осы затқа әлбетте сенемін. Именно сізге және сізге ұқсаған, көзге көрінген, халықтың алдында жүрген, жетістікке ерісіп жатырған инсанлар социалдық тармақта көріп отырған. И психологлар көбінесе стандартларды жазуымыз керек, күнделігімізге, дәптерімізге олардың сәулелерін сызуымыз керек деп айтады. Бірақ қазір көп қызлар сол стандартларына материалдық жағдайын, астындағы машинасын, үйін және сыртқы көрінісін қойып атырған жоқ па? Ең бірінші дәрежеге негізі кеуіл, мұхаббат, сезім деген нәрселерді қою керек емес па? Қазір олар екінші дәрежеге түсіп қалған. Соның ұшында ажырасулар, келіспеушіліктер болып жатыр. Көпшілік именно бірінші орынға финанс тәріпті қойыпты. Финанс тәрептен болса, хамизат шикарный болады деп ойлайды. Яқ. Мен аумет бар жерде не болмайды дейді. Аумет бар жерде счастье болмайды дейді, махаббат болмайды дейді. Кейін қазір мына гапыңызге мен алдын бір сәубетіңізді естіп қалдым сіздің. Не үшін еркек адам, хаял адам сыртқы көрінісіне, фигурасына, походкасына қарайды, не үшін хаял қызлар оның материалдық жағдайына қарамасқа? Осы сөзіңізбен қазір айтып отырған пікіріңіз дұрыс келеді ме? Но мен ол жерде толықтырып айтып кеткенмен да. Көпшілік оның ізін естпей, сразу негатив жазуға қарады. На самом деле оның ізін есту керек. Обязательно ол
подкастқа кіріп обязательно оны есту керек ізіні, потому что материалдық жағдай қыз бала үшін это защита есептелінеді. Вот не үшін материалдық жағдайына қарайды қыз бала. Өзінің жасап жатырған, например, шикарный жерде жасап жатырды, толық жерде жасап жатырды, ата-анасы оны обеспечивать етіп қойыпты, или өзін өзі обеспечивать етіп жатырған болуы мүмкін, и ол просто необеспеченный жерге барып қалса, оған защита болмайды, ол қорқып бастайды уже. Егер мұхаббат, сезім, бір-біріне болған сенім болса, неге ол материалдық жағдайда бірге бірлесіп тіклемеске? Біреулер бірлесіп тіклейді, но біреулер бірлесіп тіклемейді. Бұл жерде көпшілік хаял адамлардан естіп жатырпан, мен семьямды сақлап қалайын деп, тек хаял адамлардың жоғырғанын естіп жатырпан. Вот көп жерде естіп жатырпан осы нені. Мен өзім Ташкентте болсам, ұстаздарымның, подругаларымның, сестраларымның сондай зыларын естіп жатырпан. Семьямды сақлап қалуым керек, хотя бы мен хотя бы бір бағана түсейін төменге, сондай болсын, тартып алып кетейін, хотя бы сондай болсын, мен алып кетейін, яқшы мен ол затқа жол қоймай, мен ошибка істемейін, яқшы мына тараптан бола қойсын ошибка, мен со ошибканы істемейін, балаларым жетім болып қалмасын деп жатырды да. Енді азыр бұл жерде бірге істеу керек деп жатырсыз ғой, бірде істемеске не деп жатырсыз. А бұл жерде екеуі действительно бірге істейтін болса, действительно фундамент көтеріліп, ол кезде бейбақа семья болады. Вот честно айтамын, ол затқа бейбақа семья болады. Егер де бір жақтан тартылу болса, тартып алып кете алмайды ол затты. Обязательно екі жақтан тартылу болса, ол сразу өседі да. Вот. Ал менің ойымша, егер сол қыз баланың күйеуі ақ, таза, пәк, өзіне сенген, һәм сол шаңараққа қандай да бір жақсы ниетлеріменен барса, әлбетте айтады ғой, хаял адам ерді ер қылатығынан хаял, жер қылатығынан хаял деп. Сондай бір өзінің стандартларындағы инсанды ұшыратып та рауажланған ер адамын төмен дәрежеге түсіріп алып жатырған хаялар бар. Ол көпшілікпенен, яғни өзінің еркек адамын басқалармен салыстыру. Ол еркек адамды ешкіммен салыстырмау керек. Хаял адамда бар, қаме хаял адамда бар. Біздер эмоциональный болғанымыздан кейін қаме затты салыстырып жүреміз, балансқа қойып жүреміз. Мынағандай екен, мынағандай екен, мынағандай екен. Качествосына қараймыз. Қаме затты алтын болса ем, басқа зат болса ем, ақша болса ем, например, да, қаме затты салыстырып балансқа қойып жүреміз. И мыняққа келгенде еркек адамнан сөйтіп қоямыз да. Вот. А ол есе еркек адамға жақпайды ол зат. Еркек адамды ешкіммен салыстырмау керек. Оған қолынан келгенше поддержкасын беру керек. Сол кезде әйел адам қаншалы өзінің еркек адамына ісенсе, сол момент еркек адам қаншалы сильный екенін біліп, ол көтеріле береді. Вот. Сондай моментте. Оған дұрыс поддержканы біліп беру керек, ол адамның тіліне түсініп білу керек. Ал өзіңіздің стандартларыңыз қандай? Менің стандартларым выше. Көтерілген менің стандартларым. Бұдан бір жыл алдын подкастларды онша естпейтін едім, честно. Бұдан бір жыл алдын стандартларды өйтіп қоймайтын едім. Өмірде хамизат болуы мүмкін ғой. Мынандай болса, мынандай болып қалуы. Бұйырғаны болады, басыма түскен болады. Но нет. Ол зат қате екен. Жазып басладым. Ойыма келтіріп басладым. Күнделігіңізге? Да, күнделігіме жазып басладым. Біз айтайын, қызлар, күнделік жазың обязательно. Күнделікке не зат жасаңыз, сол зат орыланады. Мен өзімнің техникамнан өткен ол зат полностью. И не зат жасаңыз, сол зат орыланады, и стандартлар бойынша. Но бірінші очередьте финанс болмау керек. Финанс ол екінші тарапқа түсу керек. Например, ол жерде характері, сізге болған мөнәсәбеті ең бірінші очередьте, и сізге болған поступкалары, сіз үшін не заттар қылып бере алады. Вот, осы заттарды жазу керек. Одан кейін барып, қандай болу керек, қандай семьяға түскіңіз келіп жатырды, например, сол заттарды жазу керек. И келеліктен кейін қандай өмірге түскіңіз келеді, о қайнене мен қайнатаңыз сізді қайтып қабылдау керек, ол заттардан жазуыңыз керек. Например, мен өзім барып түскен жерімде мені келін емес, қызларындай көруін қалаймын. Ешбір ата-ана өзінің қызына жамандықтар көрмейді. Қызларын қызындай етіп деп көтеріп қояды, дұрыс па? Например, поддержкасын береді керек жерде ауытады, керек жерде жұбатады. Вот. Har жақламан болу керек. Вот. Әлбетте, айтып жатырсыз ғой, har бір қыз мені қызындай қабыл етсе, сондай ниетлермен барады да, бірақ көпшілік қазір жәмиеттегі жас қызлар, мен сол үйдің бір періштесі, бір келіні емес, қызы болып барғаймын, қызы болып барамын, сол үйге ырысқы несібе алып кіремін деген нәрселерді қоймайды. Но ол адамның өзінің орталығына байланысты да. Вот окружение дейміз ғой бізде. Сен орталығың қандай болса,
айтады ғой, көпшілік адам айтады, сен баста қасыңдағы достарыңды айтып бер, мен кейін сенің қандай екеніңді айтып беремін дейді. Ол затқа ем қарайды. Например, сіздің окружениеңізде сондай адамдар болса, семьясын поддерживать ететұғын, еркек адамын поддерживать ететұғын, ар жақлама біргелікте өсіп рауажланғысы келетұғын адамдармен қоршалған болсаңыз, сізде точно сол зат болады. Егерде орталығыңызда басқа зат болатын болса, может сізде hem сол зат болуы мүмкін. Соның үшін айтарым, өзіңізді дұрыс орталықпен жәмлегеніңіз жақсы болады. Әлбетте. Біз әрдайым келіншектерді, апаларды, ажапаларды подкастымызға шақыратуын едік. Ал бүгін ең бірінші қыз бала мейманы сіз Дилишайн. Рахмет, менен бастағаныңыз үшін. Сіздің де сол қызлардың да пікірін, сол бір нәрселерге өзінің көзқарасын білгіміз келді. Қазіргі күнде мынандай зат бар. Әрбір қыз өзінің идеалындағы инсан сәулелендіріп жүреді ғой. Бірақ сол идеалындағы инсанды жоғарыда айтқанымыздай стандартластырып тастайды. Шарттар қойып тастайды, талаплар қойып тастайды. Һәм сол инсанды күтіп жүреді. Күтіп отырып қалып отырған қызлар көп. Да, бірақ дұрыс ол жағы, но стандартлар қойылу керек. Одан басқа бер жағына қарап көру керек обязательно. Екінші жағына, например, ахлистің бір жағы болса, екінші жағы болады ғой. Har жақлама қарап көру керек. Енді таңлаған тазға тап болады деген темаға қалай қарайсыз? Хайырлысы болады. Хайырлысы болады. Күткен адам, Аллахым бәрібір бір адамды өзінің жұптымен жаратады дейді ғой. Хамме нәрсе бар, бірақ кешіктіруші, һәм кешігуші деген нәрсе жоқ. Хамме нәрсе өзінің уақытында, өзінің хайырлысы уақытында болады. Дилишайн Models мектебін ашқанда, сіз 22 жаста едіңіз. Әлбетте, әрбір қыздың да, әрбір жастың да қолынан келе бермейді қазіргі заман талабында. Бірақ көп қызларымыз харекет етіп жатыр. Рауажлануға, өзін өзгертуге, өз сферасында топ болуға харекет етіп жатырыпты. Сол кезде Дилишайн Models мектебін ашқан кезде қандай конкуренциялар болды? Қандай қиыншылықтар болды? Қандай талаплар болды? Әлбетте, әрбір нәрсені баслау қиыншылық талап етеді. Әрбір жетістікке еріскен нәрсенің артында үлкен қиыншылықтар болады. Сізде қандай басқышылар болды? Себебі қазір өзінің бизнесін ашқысы келіп отырған, өзі басқаша креатив жөнелістер рауажлануды қалап отырған қызларымыз көп. Харекет етіп отырған қызларымыз көп. Соларға бір мотивация болатындай, солар үлгі алып түртіп қалатындай нәрселерді айта аласыз ба? Көпшілік ойлайды, вот Дилишайн ансатшылықпен ашылды деп, мамаң поддерживать етті, неқта финанс тараптан поддерживать етілді саған деп. Да, мамам фундаментімді қойып берді, но каким образом фундаментімді қойып берді? Мамам жәрдем берді финанс тараптан, қайтып жәрдем берді. Елегене айтсам жылаймын да о затты. Көп жерде айтаман, осы дәрежеге жетіп келумен бірінші орында Аллахым, екінші орында мен анам себепші. Дилишайн Models ашылатын кезде мен бұл теманы қозғағым келіп тұрған жоқ. Депрессияда, стресста жүрдім. Одан кейін бір қоңырау болды маған. Алдын істеп жүрген жерімге бір клиенткам қызын апарған кейін сіз жоқ болғаннан кейін қайтып кеттік деді маған. Сол қоңыраудан кейін мама қараң мен үшін барып сөйтіп қайтып кеткен екен, не қылайын мен дедім. Мамам айтты, ашқым келіп жатыр па өзің деді. Да, ашқым келіп жатыр деді. Миссияң қандай деді. Бірінші очередте не зат бере ала жақсың сен қызларға деді. Мен қызларға сондай рауажлануына өзімнің қысемді қоса жақпан. Бірінші очередте ол жерде олардың рауажлануына, самооценкасына, уверенностін күшейтіруге, асан кісін дұрыслауға, қазір семіріп бара жатқан адамдардың фигурасын жақсылауға, өзіне болған сенімін күшейтіруге жәрдем бере жақпан деді. Ол затты мен өзімде көрдім ғой деді. 3 ай аналарды, басқа оқушыларды оқыттым ғой. Сол оқушыларды өзгертіре алдым ғой, мама. Келін баслап көрейік тәуекелге дедім. Сол кез мамам мойнында 20 граммлық алтын бар еді мамам. Ірі сол алтынды сатты мамам. Қолындағы жүзігін сатты. Әлбетте, ата-ана әрдайым перзентінің рауажлануы үшін барын береді. Барлығын береді. Содан кейін мамам сол затларды сатып, да қызым сол ақша саған деді. Сөйтіп басла деді маған. Көпшілік ойлайды, Дилишайн ансатшылықпен ашылды деп, но нет. Әрбір заттың өзінің қиыншылығы бар.
И ол жерде ұстаздарыма көп жәрдем берді. Икрам Абдыкаликов, именно сол ұстазым, именно сол депрессиядан шығып кетуіме сол ұстазым себепші. Бір жағынан көп рахмет осы инсанға мені поддерживать еткеніне. Модельдік мектебі бәрібір де толықлай қабылламады халқымыз. Сол елу көпшілік елі білмейді, бірақ өзіңіздің ізіңізге, мәселен тұрмысқа шығуыңызға енді құда қаласа болашақта гәплер ереді. Әлбетте біздердің менталитетімізде сол зат бар. Қыз бала ғой, өзіне жарасатын кәсіпті таңдаса болмайды ма? Біздерде кейін менталитетімізде сол кәсіп бар. Қыз бала мұғалім болу керек, доктор болу керек, модель болмау керек ол. Және өзін көрсетіп, жәмиетте жүрмеу керек деген нәрселер бар да. Да, ол жақламаян баста менде страх болған. Яғни қандай қылып ойлайды екен деген зат болған, ертең тұрмысқа шығаман ғой деген зат болған. Но нет, бұл жерде менің мақсатым басқа ғой. Бұл жерде менің ниетім басқа. Сол затты не қылғаннан кейін мен уже аша бердім ол затты. Құдайға шүкір, қазір нешем бір оқушымның ата-анасы рахмет айтады. И көпшіліктің ата-анасы менің қызым модель болу шарт емес дейді, өзінің осанкасы мен походкасын дұрыстап берсеңіз болды дейді. Просто походкасы спортқа қатынағаннан кейін еркеклесіп бара тұрыпты, походкасы өзгеріп бара тұрыпты, бүкірейіп жүретін болып қалды деп бастайды. Қыз бала енді рауажданып кетірген уақытта ұялғаннан бүкірейіп бастайды да. Осы затты жоқ қылу үшінен ата-аналар қызларын алып келіп жатыр. Мен қызым модель болу шарт емес дейді. Осанкасы мен самый главный походкасы дұрсанса, қыз баладай болса болды дейді. Осы жақлама ата-аналар неше бір ата-ана өзінің рахметін айтып, дайректіме смс-лары сондай көп, қуанаман. Әлбетте, жәмиеттің бұл креатив жөнелістегі тарауды қабылдап атырғаны қуантырарлы. Әлбетте. Енді қолап қуатылап, поддерживать етіп, қабылдап кетіріпті халқымыз. Қазір шәкіртлерім, оқушыларым деп атырсыз ғой, халық үйреніп атырыпты, келіп атырыпты деп атырсыз. Мәселен, пайызыменен, өзіңіздің статистикаңызбен айта аласыз ба? Қандай қызлар келеді өзі, негізі көпшілік? Үлкен жастағы келіншектер келеді ма? Мәселен, біздердің көп алып шығатын темамыз келінлер, қайнелерге байланысты. Келінлер келеді ма? Көпшілікке шок болуы мүмкін, да, келелер келеді, бірақ олар біздер камераға көрсетпейміз. Именно хаял қызлар үшін, келелер үшін, үлкен хаялар үшін отдельно сондай бір курс ашақпан. Осанка мен походка бойынша көпшілік сұрап отырыпты. Біздерге в основном мектеп жасында, университет жасында қызлар қатынайды. 6 жастан басып топ 25-ке дейін. Азы бірақ енді біздерге ең топовый жасқа шыққаны статистикамыз бойынша 45 жасар хаял қатынайды біздерге. 45. Бірақ көрсең, соны 45-ке ұқсатпайсың. Темасы қандай сонда? Азу ма, яки психологический? Азу емес, өзі үшін қатынап жатырды. Менде детская мечта болып қалды, осы зат дейді, қатынай алмадым мен дейді. Осы затты енді мечтамды амелге асыру мақсатында қатынап жатырмын дейді. Әлбетте, оны көрсеңіз, честно, сіз 30-35 жасар бересіз, потому что мен о әйелді өзімнің инстаграмайым қойып, сторисқа қойып, неше жас бересіз деген уақытта көпшілік 30-35 жасар берді. Мен өзім хайран қалдым созға. Бағана айтып өттіңіз, күнделік тұтаман, күнделігіме сондай әжап нәрселер жазаман, олардың бәрі әмелге асып жатыр дедіңіз. Құдайға шүкір. Осы жылға топ 3 сатты жаздым мен. Топ 3 саттан ең біріншісі мен үшін нереальный болып көрінген зат бұл Делишайн Models Азия бойынша статуэтка алсын. Статуэткаға ие болсын. Азия бойынша? Азия бойынша. Әлбетте, Алла Тағалам әмелге аспайтұғын нәрсені ойыңа салмайды дейді ғой? Да, точно сондай болды. Ең біріншілерден жазған затым осы жылға сол болды. Статуэтка алсын, өзінің несі бойынша, тарауы бойынша деген затты неғылым жаздым. Но каким образом? Просто жазғым келді, жаздым. Осы жылдың басында 7 январь күні сағат 21:00-да елге дейін ядында созып. Ниетіңіз әмелге асуына тілектеспіз. Рахмет көп. Бірақ 2024 жылы, осы жылы майдың 19-ында Global Expert Awards'та Азия бойынша Делишайн Models бірінші орынға статуэткасын алып отыр. Осы жылы. Қандай ажайып. Да. Соның үшін оны да сіз күнделігіңізге жазып едіңіз. Оны жазып едім мен. Көрдіңіз па достар, күнделік подкастын көрің, күнделік тұтың. Бұл действительно пайда береді. Мен өзім сеніп, ниет қылып, ықыласыммен жаздым. Осы зат болды. И топовыйлардың біреуі өзімнің қандай десем екен,
ол затты мен инстаграмға сторис қойғанмын, көпшілік көрді. Осы жылы Ташкент қаласына көшіп бару өзінің ер азаматыменен деп жазғанмын, тұрмысқа шығып деп жазғанмын. Бірақ контракт бойынша, договор бойынша мен жұмысқа шақырды Ташкентке. Ол жақта 7 ай болып, договорым таусылғаннан кейін мен өкіске қайттым. Жеке өзіңіз? Жеке өзім. Бірақ ол затыма мәмелиясты, Құдайға шүкір, ол затта мен күнделігіме жаздым. Уже 2 галочка болды. Және бір Қазақстанның топовой моделі бар, соның мастер-классына түсу еді. Оян болды. Соның үшін қаме уақыт айтамын, өзімнің оқушыларыма айтамын. Күнделік тұтың, күнделігіңізге жазың. Не зат жазсаңыз, сол зат әмелге асады. Бірақ ол затқа өзіңіз сенуіңіз керек. Бірінші очередьта вот. Бірінші орында просто жазып кетудің пайдасы жоқ. Жаздым, әмелге асады екен. Ол зат емес. Ықыласпен жазу керек, ниетпен жазу керек. Өзіңіз қандай қылып, қайтып ішіңіздегі состояние, эмоцияларыңыз қандай болып жатырған болса, сол затты Аллахым бізге точно береді, обязательно, потому что сіздің ойыңызға келді ма, ол зат әмелге асатын зат. Вот. Бірінші, вот не, Аллахымның берілген белгісі. Әлбетте. Ну, оғанам харекет ету керек, обязательно харекет. Ниет еттіңіз ба? 99% харекет дейді, 1% омет дейді. Соның үшін бірінші очередьта өздеріміз харекет етуіміз керек. Бірақ ниетіміз халыс болу керек дейді. Сондай. Әлбетте, қандай жақсы. Біз күнделік подкастымызда 90% қызлар, аяллар, аналар, апалар. Сол бізді асығыстылықпенен күтетұғын қызларымыз арасында ең активлерін, ең белсенділері арасынан 2 қызды таңласам, 2 қыз, 2 келіншек болады ма, таңласам, мен өзім, сол 2 инсанды модельдер мектебіңізде бипыл оқытып бере аласыз ба? Әлбетте. Оқытып бере аласыз ба? Да, әлбетте. Олай болса мен осы бір декабрь айында жаңа жылға сауға болсын сіздің атыңыздан. Жаңа жыл қарсаңында 2 инсанды таңлайман. Ол келіншек болсын, ол апа, яки ол жас қыз. Сол сіз бипыл оқытуға келістіңіз ғой? Да, келістік. Негізі сіздің модельдер мектебіңізде оқу қаражет жағы қандай? Қаражет жағына мен көпшілікке айтпаймын. Айтпағаныңыз дұрыс негізі, бірақ білгіміз келіп жатыр. Социал тармақтайым, даже мен оны сторисқа шығып деп айтпаймын. Прямой эфир қылатын болсам, прямой эфирде айтпаймын. Только дайректқа келеді, дайректта сояқта өздеріне айтамыз. Толық мағлұматты айтып беремін. Не үшін бұндай цена екен? Например, біздерде 1 айлық төлемі, сол жерде айтып отырмын, 1 айлық төлем 600 мың біздерде. Не үшін енді 600 мың? Көпшілікке қымбат көрінуі мүмкін, бірақ көпшілікке бұл нормальный цена болып көрінуі мүмкін. Потому что Ташкент жақларда хаптесіне 1 мәрте барады. Мен өзімін барып көрдім, даже ойқаларға. Хаптесіне 1 мәрте барады, айына 1 миллион, 1,5 миллион. Хаптесіне 1 мәрте. 1,5 миллион. Ал сіздің мектебіңізде хаптесіне? Хаптесіне 3 мәрте 1,5 сағаттан. И ол жерде менде осындай программа қойыппыз, қар жақлама рауажлану бойынша. Ол жерде дефиле, яғни ол жерде осанкасын дұрыстау, каблукта жүріп үйрену, дұрыс жүріп үйрену, фотопозирование, өзінің самооценкасын, самоуверенностін көтеру, өзіне қараудан қорықпау. Бір қызларымыз бар, айнаға қарап, өзіңе қарап тұр десем, тік көзіне қаралмайды. Даже менің тік көзіме қаралмайды. Оян болмайды, например, адам зрительный контактты ұстап үйрену керек. Подругасымен болсын, достымен болсын, басқа адаммен. Яқшы ата-анасының көзіне тік қарамау мүмкін, бірақ былайынша шыққан өмірде ол тік қарау обязательно. Ол үлкен адамдардың яқшы көзіне тік қарамай қойсын, бірақ ол былайынша адамдардың көзіне тік қарап үйрену. Например, психологларда язык тела деген бар ғой, дененің өзінің тілі дейді. Сіз адамның көзіне тік қарап сәубет жүрткеніңізде, ол алдап жатыр ма, ямасы алдап жатырған жоқ па, сол затты біліп алсаңыз болады. Көзіні har жаққа алып қашынан, ол значит что-то бар, что-то есть. Мен сол жақларынан көпшілік адамды біліп аламын. Ол жерде фотопозированияда осы сабақларымыз өтіледі, например, видеопозированиямыз бар. Ол жерде видеоға дұрыс түсіп үйреніледі. Фотоға дұрыс түсіп үйреніледі. Біз жерде психология сабағымыз бар. Модельный психология бар, и психологиясыны қандай десем екен, рауажандыратын психологиялар бар ғой, игровой психологиялар түрлері бар. Мен соны баста сұрағым келіп еді. Сіз психолог емессіз. Психологический оқушыларын даярлаймын дедіңіз. Сол психолог отдельно сізде сабақ береді ма, яки өзіңіз? Мен өзім беремін. Қалай? Мен өзім өткен жылы психологпен істескенмен, өзім этаплардан өткенмен, например, қандай десем екен,
ұстаз қандай болса, сол ұстаздың біліміне мұқтаж болған шәкірттер келеді дейді ғой. Вот, значит, мағанам келіп атырған оқушылар менің біліміме мұқтаж адамдар. Вот. Мен қандай этаплардан өткен болсам, точно осы адамдарам осы этаплардан өтіп кетіріпті. Вот. Мен қандай қиыншылықтарға түскен болсам, мен олар ондай қиыншылыққа түсуін қаламаймын. Вот, честно, вот. Мен өзім түскен затты вот, дұшпаныма рауа көрмеймін. Да, вот. Қандай этаплардан өтіп кетірған болса, мен осы затты вот, жол көрсетуге харекет етемін. Вот. Мына жерде мынандай затты істеме, мынандай зат болады. Вот, мына жерде мына ошибканы допускать етпеуің керек, мынандай поступать етсең, осы зат тура болады деген затты үйретемін. Жоғарыда сұрау бердім, бірақ жауап ала алмадым. Сол модельдер мектебін ашып басталған кезде қандай конкуренциялар болды, қиыншылықтар болды деп. Ал енді ашылғаннан кейінгі жағдайлар қандай болды? Мәселен, қазір Қарақалпақстанда біз білеміз, тек қана сіздің мектебіңіз емес, сізден тысқарда мектептер бар. Да. Солар менен араңыздағы қатынас қандай? Мәселен, қызларды өзіңізге тартып алу, олардың шақыруы, араңыздағы конфликтлер. Ой, жүде жақсы болды. Осы теманы қозғағаныңыз, бір зат айтқым келіп жүріп қаттыға. Қараң, біздерді Қарақалпақта мына затты қаттыға жақтырмаймын ал. Не зат? Например, қараң, мен сізбен істесіп жатырмын жұмыс, например, да? Дұрыс, мен сізбен жұмыс істеп жатырмын. Бірақ маған мынаяқтан бір оқушылар керек. Бір проектті істеуге. И не зат болады? Мынаяқтағы адам айтады, олармен істесең, Мынаяқтағы, қаяқтағы? Басқа модельдер мектебіндегі оқушылар ма? Ну, я, анандайдан қараң, мен ешқашан модельдеріме шектеу қоймаймын, ограничение қоймаймын. Қаяқта кастинг болып жатырды, қаяқта өздеріңізді сынап көргіңіз келіп жатырды, барың деймін. Даже менің қол астымда мобилограф болады ма, фотограф болады ма, өзімнің ассистент қыздарым болады ма, мынандай бутик съемка қылып жатырды екен, барсам болады ма дейді. Например, олармен мен отношение болмауы мүмкін, бірақ мен шақырып жатырды, Зиляфру Исламовна, барсам болады ма? Бара бер деймін. Рауажанған келіп жатыр па, өскін келіп жатыр па, давай бара бер, мен сені только поддерживать етемін деймін. Бұғаны. Мынандай затты еместім даже, біреулерден вот именно сіз да танисыз ол адамды, бірақ атын айтқым кеп тұрған жоқ. Менің қол астымдағы мобилографқа айтқан мынандай зат дейілген. Делишадан шығып кет, мен саған одан 2 есе ақша төлеймін деген. Отношениеңді қойып кет олармен деген. Мен осы затты, сенесіз бе, мен осы затты Ташкентте тұрып естіп отырмын да, Қарақалпақстанда осы зат болып отырған. Ол енді ұят емес паң? Енді просто екі адамды бір-біріне қарсы қайрау емес па, бірақ о адам ұлыма бұтарауға не емес, қасиеті жоқ адам. Ол да қыз бала ма бірақ? Қыз бала, да. Біздердің менталитетімізде сондай зат бар да, негізі хаял адамды қолдаудың орнына бір-бірін жек көреді, бір-бірін қаттыға жек көреді деп поддерживать етпейді. Например, еркек адамда вот брат деген зат бар ғой. Брат деп тұрып беремен дейтін зат бар ғой. Сол заты бар да, олардың достығы 20 жыл, 35 жыл болып кетеді ғой, например, еркек адамдарды. Қыз балада ол затты естпейсіз. Бір-бірін көре алмаушылық басым болып кетеді. Зависть деген зат бар қыз балада, не? Сол затты бір еш түсінбеймін, не үшін керек ол зат? Бір-біріні қолдаудың орнына, бір-біріні поддерживать етудің орнына, например, сенде ошибка болып жатыр па, например, бір жерге барған кезде бір жерің натуру тұрып па, сол затты айтудың орнына айтпай тұрады деп. Енді сол модельдер мектебінде неше жөнелісте сабақ береміз, білім береміз деп жатырсыз ғой. Самооценкасы көтеріледі, походкасы дұрысланады, психологически рауажданады деп жатырсыз. Енді сондай топ басқышқа шыққан қызлар натуры жолға түсіп кетіп отырған жоқ па? Яқ. Құдайға шүкір, мен толық тынық айта аламын. Өзінің жолын біледі, жүрер жолын біледі, ата-анасының айтқанын тыңдайды. Потому что мен модельдікке қызыққан кезінде мамам маған 2 жыл ма, 1,5 жыл ма рұқсат бермеген модельдікпен шұғылдануыма. Неге рұқсат бермеген? Рұқсат бермеген. Сол менталитет бойынша. Біздердің менталитет түсінбейді. Братларың не дейді? Яғни біздің мамамның братишкалары, братлар не дейді ағайын туған. Мама, мен өзімнің жүрер жолымды білемен. Сіздің айтқаныңыз, сіз маған дұрыс тәрбие бергенсіз, мен сіздің жолыңыздан шықпаймын. Дұрыс жолдан жүремен деген затты айтқаннан кейін, үлкендермен қайтып сөйлесу керек болса, мамамен точно сөйтіп отырып сөйлескенмен мен. И менің қасыма келеді, мен ата-анам рұқсат бермей жатырды, менің мамам рұқсат бермей жатырды деген затпен келеді. И оларға түсіндіріп айтамын. Бірінші очередьте сіз
мамаңызға болған ой пікірді өзгертіру керек. Әрдайым ата ана біздерді защищать етіп үйренген, қоллап қуатлап қорғап үйренген да біздерге олар жамандықты ұлыма тілемейді. Только жақсы болсын, тек жақсы болсын дейді біздерге. Болғаны жамандықты еш жауы көрмейді. Біздер о затты толық ата анамызға түсіндіріп бере алмағаннан кейін, олар толық түсінбегеннен кейін біздерге разрешать етпейді. Вот. Сіз толық сол затты түсіндіріп берсеңіз, өзіңізге керек екенлігін түсіндіріп берсеңіз, сізге қай жақлама рауажандыруына, сізге плюс жақларын түсіндіріп берсеңіз, сол кезде сізге ата анаңыз рұқсат береді. Потому что мен мамаммен сөйтіп отырып сөйлескенмен, сестренкаммен сөйтіп екеуміз отырып мамамды көндіргенбіз. Одан кейін Ташкентке барып оқып келуіме рұқсат берген, одан кейін басқа затларыма ашылуына рұқсат берген. Оқушыларыңа дұрыс білім бер, не зат айту керек екенін білесен, өзіңде бар білімді бер деп жібереді. Әлбетте, бұл неше бір 5 яки 10-15 қыз болсын, әр бірінің өміріне түрткі болатығындай нәрселер сіздің жауапкершілігіңізде. Да. Сізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Әлбетте, қазіргі уақытта көп тәдбірлер, концерт, бағдарламалар болады. Заман талабына сай модельдер мектебіменен біргелікте істелініп атыр. Себебі модельдерді шақырады, баста выставка қылады. Сіздерді шақырған кезде сол инсаллар тарапынан сіздерге қандай имканиятлар жаратылып атыр, һәм сіздерден не зат талап етіледі? Барып тек қана киімдерді көрсету ма, яки қандай басқа? Бірінші біздерге қойылатын задание талап бұл киімдерді дұрыс алып шығып беру, дұрыс таныту. Яғни модель дегеніміз бұл живой манекен. Например, магазинге кірсеңіз, манекен сұп-сұлу болып, киімдерді киіп тұрады. Бірақ ол живой емес. Біздердің вазипамыз есе, біздер живой манекенбіз. Сол киімді үстіміздегі национальный киімді, Қарақалпақтың милли киіміні дұрыс мималарға танытып беру, дұрыс көрсетіп беру. Сондай жағдай болады. И кейінен біздерде, например, адамдарды, мималарды күтіп алу, нандұзбенен. Бұрылар ансамбльдің қызларын алатын болса, қазір ондай емес, қазір бойы ұзын, сондай қызларды, яғни модельдерді алатын болған. Қағиқи модельдер мектебінде оқыған. Да. Кеше жақында бір показ болған кезде, 6 дизайнер қатынасқан болса, 6 дизайнердің 5 или 4 дизайнерді полностью менің модельный агентством көтерді. Қызлармен полностью өзім тәмелеп бердім. Қар жақлама тәмелеп бердім. Енді сіз айтып отырсыз, сол уақытларда күйеуіңіз толмаған уақытлар болды ма? Той кемшіліксіз өтпейді дейді ғой. Әрбір заттың өзінің кемшілігі болады, минус тарапы болады. Қандай кемшіліктер? Модельдер таярланады, талап етіледі, бірақ дұрыс оларға ітбар қаратылмайды. Толық имканиятлар жаратылмай қалады, например. Модель просто келіп шығып беріп кету керек. Нет, оны раздевалкамен тәмелеу керек модельді. Киім шешінетін жері болу керек отдельно, например. Модельмен хотя бы ол жерде обязательно кофе брейк болу керек. Я болмаса обедін әперу керек, ауқатымен тәмелеп берілу керек, транспортпен тәмелеп берілу керек, например. Қар жақлама. Да, бір жерлерінде полный толық тәмеленіп беріледі, бір жерлерінде улума тәмеленіп берілмейді. Ода қалесе, оны кейінгі жақларында онда кемшіліктер болмайды деген үміттеме. Еще бір затты айтып өте жоқпын. Сіз бағана айттыңыз ғой, ұстаз қандай болса, шәкірт сондай болады. Кейін андай зат ситуация болды да, например, мен сонша қызды апарып неғып қойпан, менің оқушыларым ғыңқ деп бір жаққа қимылдаған жоқ. Менің рұқсатымсыз бір жерге шықпайды, біреуге бір зат демейді, біреумен бір зат деп ұрыспайды. Только мен дружный болың, хамме уақыт, дұрыс тіл табысып білің. Ол сіздің ұстанымыңыз? Менің ұстанымымда оқушыларыма білдіретұғын затым. Но, нандай бар, қайыр екен айтпай қойын, ең ұнамаған заты кеше бір показда айтпай қойын деген затлаңыз көп екен да, сіздің сол айтпай қойын деген затлаңыз ескіміз келеді біз. Бұл затты қозғай жағам есем, честно, бірақ о айтылу шартты, просто бұл жерде менің оқушыларым мектеп жасы бола қойсын, бірақ мектеп жасы болғанмен олардың ата-анасы дым жақсы тәрбие берген, и өзімнің дым жақсы тәрбиемнен өткен. Қай жерге бармасын, хаммен дружный болуға харекет етеді. Біреуге қисайтырып бір көзбен қарамаған, ямысы гордый болып дегенді көрмегенмен ұлыма. Мен өзім, честно, менмендікті, гордосты қаттыға жаман көретін адамман. Ешкімді оценивать етуге, оны бақалауға хақың жоқ. Ол қандай адам бола қойсын. Осы затты үйретеме. И дружный болуды үйретеме. Желательно маған басқалармен
достана болып өзі тәубет алып барғаны менің өзіме жақсы болды. И Низат сондай бір жағдай болды. Бір оқушы вуздың қызы ұрсып жатырды, матпенен ұрсып жатырды, сөгініп ұрсып жатырды. Вот. И мен ол затқа шыдап тұра алмадым. Мен честно дальше ответ көрсеттім да. Сіздер барған тәдбірде ма? Да, біздер барған тәдбірде. Сіз баста айттыңыз ғой, өзіңіз, например, осы келген қыздардың тәрбиесі уже сіздің қолыңызға өтеді деп айттыңыз ғой. Үлкен жауапкершілік. И просто ана жерде ұрсып жатырған кезде, Сіздің оқушыңызбен ұрсып жатыр ма? мен ұрсып жатыр па, ең қызық жері. Оқушы матпенен маған сөгініп жатырды да. Ол затқа любой адам шыдап тұра алмайды, например. Бірақ ана жерде преподаватель, оқытушы күліп қарап тұрыпты, ең қызық жері. Менің ең ашуым келген жер сол болды. Қатты қабат. Ашуым келген жері. И осы жерде және бір зат түсіндім. Ол үйретуге болады ғой. Қайтып құрмет етуді адамларды. Ол осындай қылып обществода мені сөккен үшін мен оны судқа берумен болатын еді. Хаменің алдында мені сөкті деген затпен. И еще ол конкретно қаттық сөгініс болды да ол. Честно, қыз бала үшін ол ұят зат та, например. Ол хаменің алдында өтіп сөгініп тұрғаны. Ең шыдамай кеткенім менің гордостыма тиіп кеткені вот. И мен ол жерде индемей кеттім. Ол жерде мен ұрсып полностью кетумен болатын еді. Да, азғантай гап болды ол жерде, но ол жерде преподавательдің күліп қарап тұрғаны, это вообще ол перебарщивать етіліп кетті да ол. Ол зат, честно, вот. Хотя бы вуздың қызы бола қойсын, вузда оқитын қыз екен. Вуздың қызы өзінің тәрбиесini біледі дейді, бірақ мен сол қызды инстаграмға шығардым, 3 сағатқа ғана шығардым, хамме данные келді маған уже. Оказывается, ол қыз өзінің оқуында сондай екен. Хамемен тиісіп, сөйтіп ұрсып жүретін қыз екен. Содан кейін мен үндемей ақ қойдым, маған есе жоғарыдан шығып, ол теманы қозғамағаның жақсы, просто мияқтан организаторскийдан гап келеді деген зат болды. Мен яқшы дедім содан кейін. Әлбетте, енді осындай жағдайлар адамның кеуілін түсіреді, себебі сол бір қызға, сол қатары және сондай қызларға қарап, модель қызларға қарап, модельдердің бәрі сондай болады екен ғой. Сол көз қарасларды мен жоқ қылу мақсатында рауажланып жатырсам, мынаяқтан сондай зат келеді. Бұл мен үшін обидно да. Сен мыняқты азаннан қара кешке дейін сөйтіп не қылып істе, минет күйдір, жүр, ана жерде костюмларды істе, мыняқта апшық қыздарды таярла дегенменен аяқта мынандай ответ естің, ол, конечно, неприятно болады да. Вот. Ең ашуыма тиген жер сол. Әлбетте, ажайып темалар қозғалды. Өзіңіздің жеке дөретушілігіңіз және креатив жөнелісте жұмыс алып барып отырған модельерлер мектебі Хамзе қызлардың тұрмысқа шығуға қорқынышы. Үлкен және ұстазларымыздан, апаларымыз, ажапаларымызды және сондай келілік дәуіріне жеткен келілерімізді шақырып та бұл теманы елі додалаймыз. Әлбетте, бұл тема бойынша қызлардың да пікірін білгіміз келіп еді, соның үшін шақырдық. Тұрмысқа шығудан қорықпау керек, просто хайырлы уақытта хайырлы инсан келеді. Әлбетте, дұрыс ниет қылу керек. И өзіңізді осы этапқа таярлап бару керек. Әлбетте. Сіздің де бізге яқтеместен келгеніңіз үшін, уақыт ажыратқаныңыз үшін рахмет. Сізге рахмет, Мұрат үшін. Олай болса, ажайып ақырға тілеклеріңіз, сөздеріңіз. Сөздерім, азиз қызлар, азиз хаялар, ешқашан рауажланудан тоқтамаң. Хамме уақыт өзіңіздің үстіңізді істең. Туылғаннан баслап қабірге дейін оқы дейді ғой. Осы зат именно қыз балалар үшін керек, потому что біз ана боламыз. Ана болғаннан кейін біз зүриятты дүнияға келтіреміз. Біздердің қарнымыздан баслап бала рауажлануды баслайды. Осы уақытта біз оған дұрыс тәлім, дұрыс тәрбие беріп бастауымыз керек. Осы уақытқа дейін, осыған дейін оқып білім алуыңызды мысалға беретін ем. Әлбетте, еле тұрмысқа шықпаған қыздан бұндай мотивациялық сөздерді есту әрбір жас келіншек үшін меніңше үлкен мотивация. Әлбетте, келгеніңіз үшін рахмет. Күнде лайк подкастымыз ықыласпен тілеріне өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Бізді тамашалап отырғаныңыз үшін бізге тіркелің, күнде лайк басың. Диққатларыңыз үшін рахмет.